Қайырлы күн әріптестер, бүгін сіздермен puzzlecap.com crossword.ru программасымен таныс боламыз. Қалай қолдану керектігін айтып өтетін боламын. Жалпы бұл сайтқа міне бұл жерге логин пароль жазу арқылы аккаунт құрып кіруге болады, бірақ одан да ең оңай жолы бірден аккаунтсыз-ақ бірден қолдануға болады екен. Бірінші, бұл жерде біз бұл программаны қолданбас бұрын 6 қадам бойынша жүретін боламыз. Бірінші, біз бұл жерде жазылатын аумақты белгілейміз. Міне. Мысалы, біз қазақ тіліне байланысты осы жерге Қазақстан деген сөз шығатындай жазуымыз керек. Яғни 9 әріпті 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осылай белгілеп аламыз. Сосын осындай ұяшықтар шығады. Осы жерге жазып шығамыз Қазақстан деп. Не? Дайын батырмасын басамыз. Осы жерде бірден сақталып қалады. Келесі біз сұрағын қоямыз. Яғни оқушы осы кроссвордтың жауабын шешу үшін Қазақстан дегенге сұрақ қоюымыз керек. Мысалы, жер көлемі бойынша 9-шы орында тұратын мемлекет. Осылай сұрақ қойсақ болады. Міне осы ұяшыққа жазамыз, анықтамасын, сұрағын. Бірден автоматты түрде сақталады. Келесі бағанды таңдаймыз. Бұл бірінші сұрақ, яғни бірінші ұяшық. Бітті. Келесі 3, 4. Бұл жерге біз қазақ деген сөз қоямыз. Қазақ. Мұнда айның анықтамасын жазып шығамыз. Ұлт. Міне автоматты түрде осылай сақталып шығады. Бір айта өтетін жағдай, бұл Россияның, яғни российский программа болғандықтан қазақ әріптерін оқымайды екен. Яғни қазақша жазғанмен, міне қараңыздар. Міне, мұнда қазақша жазып көрейікші, мысалы. Ұлт. Міне, бірден О, яғни қазақ әріпі осылай оқымайды екен. Тек қана қазақша жазбауымыз керек, орысша жазуымыз керек, және де көрсетіп тұрғандай ағылшынша. Осы екі мемлекеттік тілінде ғана қолданылады екен. Бұл автоматты түрде сақталынады. Келесі бағанды толтыра береміз. Міне 3, 4. Осы ұяшықтарды осылай белгілеп, ары қарай жаза береміз. Келесі біз қайсы мемлекеттік рәмізі деп сұрақ қоюға болады. Елтаңба. Елтаңба. Так. Ұяшық жетпей қалды, сондықтан санап алу керек. Елтан. Міне. Осылай сақтаймыз. Жаңағы рет бойынша кете береді. Мен қазір барлығын жазып шығамын. Елтаңба дегенге біз сұрақ қоямыз. Қыры мемлекеттік рәмізі. Яғни осы рет бойынша кетеді. Жалпы түсінікті деп ойлаймын, қалай жасау керектігі. Ары қарай уже сақталына береді. Енді бұның барлығын жазып отырмай, бірден қалай жүзеге асырылатынын көрсетіп өтейін. Бұл жерде осылай барлық ретті осы кроссвордты толтырып шықтық делік, және кроссвордты сақтау батырмасын басамыз. Осы жерде екі сілтеме шығады. Бірінші сілтеме бұл дайындаған, яғни әдіскерге байланысты. Яғни мен осы ссылканы сақтау арқылы кез келген уақытта кіріп кроссвордты өзгерте берем. Сұрағын өзгертем, ұяшығын өзгертем деген секілді. Ал екінші бұл оқушыға тапсырма ретінде беріледі. Яғни осы ссылканы кіріп, балаларға осы ссылканы мен копировать етіп жіберемін де, міне осылай, міне бірінші жер көлемі бойынша 9-шы орында тұратын мемлекет сұрағы шығады. Мен осыны басам, ұяшықтың үстін жазып шығам ответін. Қазақстан. Міне, яғни бұл екінші сілтеме оқушыларға арналған сілтеме. Яғни сол сілтемені басу арқылы кроссвордты шеше береді. Яғни осылай жасау керек.
Енді мен арнайы дайындап қойған болатынмын. Міне, толық кроссворд үлгісін. Міне осылай. Осыны шешіп көреміз. Ссылкамен кірдік. Бірінші жер көлемі бойынша жаңағыдай. Қазақстан. Екінші сұрақ. Ұлт. Қазақ. Міне. Үшінші. Қасы мемлекеттік райымызы. Үстін басамыз да. Ел. Таңба. Үшінші. Көктем мерекесі. Наурыз. Не осылай үстін басу арқылы жазып шығамыз барлығын. Кроссвордты толтырып шығайық барлығын. Астана. Ту. Үстінен басқан кезде бірден мына жақта автоматты түрде сұрақ шығады. Міне. Қазақстанның теңізі Балқаш. Үшінші, ең соңғысы рәмізі бізде гимн. Міне кроссворд толығымен шешілді. Негізгі сөз Қазақстан болатын. Осы бірінші ұяшықты толтыру арқылы барлық сөздерді біз тауып шықтық десек болады. Жалпы осы кроссворд. Бұл жерде біз Word форматында сақтай аламыз. Яғни кроссвордты Word форматында сақтап, қағаз түрінде де шығарып берсек болады оқушыларға. Жалпы осы. Және де сақталған кезде, яғни кроссворд жасаған кезде, осы жерінде батырмасы арқылы, яғни сақтау батырмасын басып сақтай береміз және ссылка арқылы жіберіп отырамыз. Және осы жерде автоматты түрде кроссвордтар, біздің жасаған кроссвордтарымыз осылай тізім бойынша өзіңіз название қойып, яғни атын қойып, сақтай берсеңіз болады. Міне, мен ешқандай ат қоймай сақтап қойдым, мысалы. Сақтап, міне осы ретритмен кетеді. Жаңағы екі жасаған кроссвордымыз осы жерде тұр ретритмен. Және тағы да үшінші қосымша тағы да жасай бергіңіз келсе, осы жаңадан бастау батырмасын басып, ары қарай не ала бересіз. Новыйдан кроссворд жасай бересіз. Міне. Жалпы бұл орысша программа, осы жақтағы орысша жазылған түсіндірме жұмысы 6 қадам бойынша. Жалпы өте оңай программа. Сізге іске сәт түсінікті болды деп ойлаймын.